Бүгін тағы да балалармен ойнап атқа мініп жарысып кетті-ау деймін. Қарағым Анипа, Бауыржан тектінің тияғы. Оның жүрегінде лапылдаған от бар. Оны жас қылып өсіруге болмайды. Мен оған күнде кешкісін батырлар жырын, ерліктер туралы әңгімелерді бекер айтып көресің бе? Шырағым, мен оны сәби кезінен құлағына намыс деген сөзді құлағына құйып келемін. Солай шырағым. Ол да рас-ау, кеше моншадан болған адам бол, ұрлық қылма деп айтып жатқан кезде Бауыржанның көздері қалай жайнап кеткенін көрсең, зерек болып өсіп келеді. Амансыз ба қыз туған сәжде, қалайсыздар? Аманбыз, Мына аманбыз. үйден түскен дәм еді. Ұшқан ұяның берекесіне қабыл етсін. Рахмет шырағым, төлет. Ниеті қабыл болсын шырағым айналайын. Жаңа далада Бауыржанды көрдім. Өзі сондай тек, мінезден ақ, ауылдың үлкендеріне сәлем беріп, атын тоқтатып тұр екен. Елдің жұрттың барлығына моғыштың ұлы ғой, тегінен ұзақан деген сөз кетіп жатыр ғой. Я, біздің Бауыржан сондай, әжем оған күніге ер қанаты ат, ер намысы ақиқат деп үйретіп келеді. Бәрекелді. Шырақтарым, менің де жасым келіп қалды. Бауыржан ертең осы ұядан ұшқанда оған осы қазақ билер тек қана осы қазақ тәрбиелік балалар. Біле білсеңдер балаларым, әйел бесікті ғана тербетпейді. Ол әйел адам батырдан тәрбиелейді. Әйел адам үйдің ұйытқысы. Мен өзім мынау ана ретінде Бауыржаныма қаталдықты, елікті үйретіп келемін балаларым. Ол қайда барса да өзінің нағыз қазақи тәрбиесін, намысын өзге ұлтқа алдырмайтын ұл болады. Шырақтарым солай. Я, әже, сіздің айтқан аңыз әңгімелеріңіз, ертегілеріңіз оны сүйегіне сіңді ғой. Шырағым, солай айналайындар. Ұяда не көрсең ұшқанда соны білесің деген. Бауыржан, біз оның жүрегіне салған отты болашақта үлкен ұлтқа деген жарық қып сәулет өгетіне сенемін. Сөзсіз кәміл сенемін балаларым. Ол қайда барса да осы ұшқан ұяның киесін ұмытпас. Намысты ғой менің балам. Менің қарағым намысты. Мен сені сағындым деп айтуға батылым бармаса да, жүрегім сені іздейді. Соғыстың қатал заңы бізді тас қылып жібергендей көрінеді. Бірақ сенің хаттарың менің ақылтағы жалғызшы болды. Әйел затының төзімі мен махаббаты болмаса, біз бұл қырғында әлдеқашан сынып кетер ме едік. Сендердің амандықтарың біздің жеңісіміз. Бауыржан ака, сізді бүкіл халық ақиқаттың алдаспаны деп біледі. Бірақ сіздің аңызға деген көзқарасыңыз қандай? Әйел бақыты дегенді қалай түсінесіз? Шырағым, тыңда. Менің қаталдығым жауға, қателікке, өтірікке ғана. Ал әйел заты ол өмірдің өзегі. Есіңде болсын, әйелді сыйламаған еркектен батыр шықпайды. Менің анам, менің алғашқы мектебім. Ал Жамал менің тағдырымның қалқаны болды. Әйелдің бір қолы бесікті тербетсе, бір қолы әлемді тербетеді дегенді бекер айтпаған. Қыз бала ұлттың ұяты, ал ана ұлттың ары. Мен майданда жүргенде қазақ әйелдерінің қара жұмыстан қаймықпай, ерлердің орнын басып, көз жасын көрсетпей өткен ерлігін көрдім. Сол үшін де мен сендердің алдарында
басым тиеді. Мен үшін әйел заты ең алдымен төзім мен намыстың символы. Сұлулық бетте емес, ниетте. Құрметті арулар, сендер күлсеңдер, әлем күледі. Сендер аман болсаңдар, ұлт аман болады. Менің аманатым өздеріңді сыйлата біліңдер. Ал еркектер сендердің қадірлеріңді білуге міндетті.